Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылы ғой, су дренажы ғой. Көрінбейді ба? Су ағатын емес сияқты ма, басқа зат сияқты ма? Былтырлары кішкене мына шөбі жоқ болды да, көрініп тұр. Биыл мынандай болып қалды. Ана ар жағын бәрін дүкен салып жауып тастағандікі ғой. Жерді сатып жүрген ғой. Су дренажы үстіне дүкен салып тастаған. Ар жақтағы дүкен емес, дүкендер салып тастаған, дүкендер жолдың астын бітіп тастаған бәрін. Енді оларды кімдер сатты, кім қол қойды, не үшін қол қойып оны өткізді, жекеге қалай шығарды? Сұрақ көп. Қалай ол су дренажы үстіне дүкен салады да, соған қол қояды, оны ешкім тексермейді. Енді Маңғыстауда тексермесе, одан да жоғары бар ғой органдар. Сөйлеміз, тексертеміз. Халыққа жағдай жасау керек қой жалпы.